Өлердегі өкініш деген мәселе бар. Ол адам өмір сүреді, сосын өмір сүргенде ол өлмейтіндей өмір сүреді де, біреулердің айтқанындай. 500 жыл өмір сүретіндей өмір сүреді. Ертең істеймін, ертеңге қалдырады, бүрсінге қалдырады, жылға қалдырады. Сосын істеймін деп, сосын бір күні деп жүрек сүнеді бірдеңені қимылдауға. Сөйтіп уақыты өте береді, сосын бір күн өлетін уақыт келгенде артына қарайды өкінеді. Мен неге сонда істемедім, неге сөйтпедім, неге менің батылдығым жетпеді. Оңай екен ғой, былай қарай уже өтіп кеткеннен кейін бәрі оңай сияқты. Неге мен сол кезде істемедім деп қатты өкінеді адамдар. Өкініп, күйініп кетеді осы өмірден. Сондықтан ондай болмау үшін сен қазір осы жерде істе. Қазір осы сәтте болуың керек. Қазір осы сәтте саған ұнайтын нәрсені, саған пайда беретін нәрсені істе. Отырма, қалдырма кейінге. Қазір рахаттан, қазір ләззат ал. Қазір қуанышта бол, қазір бақытты бол. Сонда сен ешқандай да өкінбей, ешқандай да күйінбей осы өмірде өткізесің және кетесің кетеріңде. Бәріміздің баратын жеріміз біреу ерте кетеді, біреу кеш кетеді. Және оны бәрін білеміз, бірақ білмейтіндей өмір сүреміз. Екіншісі, біздің ертең не болатынын білмейміз біз, қашан кететінімізді білмейміз. Мүмкін қазір кететін шығармыз. Сондықтан әрбір сәтің саған өте қадірлеуге, өте бағалауға тұратын нәрсе. Әрбір сәтің мүмкін соңғы сәтің болуы мүмкін. Ешкім кепілдік бермейді ұзартуына. Бәрі Құдайдың қолында. Сондықтан сен әрбір сәтіңді соңғы сәт сияқты өмір сүрсең, барын салып, шын көңілмен бірдеңе істеп жатсың ба? Шын бүкіл ниетіңмен, көңіліңмен істе. Бірдеңе айтып жатсың ба? Шын көңіліңмен істе. Егер ондайға көңілің жетпейтін болса, онда істемей-ақ қой оны. Онда ол сенікі емес. Онда ол саған керек емес нәрсе. Солай деп түсіну керек. Саған керек нәрсе болса, саған пайдалы, саған бақыт әкелетін, қуаныш әкелетін, рахат, ләззат әкелетін нәрсе болса, сен оны істей аласың. Істе де. Солай өмір, әрбір сәтін солай өткізсең, сен өмірден өкінбей, күйінбей кетесің кетеріңде. Ең бастысы сол осы. Әрбір сәтіңді бағала, қадірле. Әрбір сәт ол соңғы сәт. Сондықтан егер бірдеңе істегің келсе, және істеуге тұратын нәрсе деп ойласаң, бар да істе. Қорықпа, ұялма, тайсалма, баса бер алға. Ең бастысы біреуге кесірін тигізбесін, ол сенің іс-қимылың. Сол тұрғыдан қарасаң, сен сонда бұл өмірден өкінбей кетесің, қашан кетсең де.